Сәлем достар, бүгін крабовый салат жасаймыз. Оған бізге бір банка кукуруза, жарты стақан күріш, оны суға пісіріп аламыз. 4 жұмыртқа, бір пачка крабовой палочки, майонез, огурцы, және еще кириешки болса кириешки керек. Ол үшін крабовой палочки, огурцы және жұмыртқаны бәрін кішкентай кубиктап турап аламыз. Енді барлығын араластырамыз. Оған енді күрішімізді саламыз. Осымен салатымыз дайын. Енді оған майонез қосамыз. Бұл әр кезде әрқалай салайын. Кейбір кезде күріш қосам, кейбір кезде қоспаймын. Тойымды болсын деп күріш қосам. Крабовый салат готов. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.